Армысың құрметті оқырман, халық қазынасы айдары. Әлеуметтік желідегі оқырмандарының сұрауына орай, бүгін біз сіздерге жарғақ шалбар жайлы ақпарат беретін боламыз. Жарғақ шалбар, жарғақ теріден сәнделіп жасалынған ер адамның маусымдық киім түрі. Орталық музей қорындағы жарғақ шалбар ашық қоңыр түсті күдеріден тігілген. Оның балақтары төртбұрыш пішінді күдері қиықтарынан құралып, беттестіріле пішіліп, оған сатылай салынған екі қатар гүл мүйіз өрнектері, ал жиегіне қара және ақ түсті жіптерден құртқа өрнегі кестеленген. Жарғақ шалбардың екі бүйіріне біз кестемен табақ өрнегі салынған. Табақтың жиегін айналдыра мүйіз өрнегімен 4 дана үлкен гүл кестеленген. Әрине бұл өрнектердің әрқайсының өзіндік мәні бар. Күдеріден тігілген шалбарлардың да таралған атауының бірі жарғақ шалбар. Мұндай шалбардың алдыңғы және балағының сыртқы жағы түрлі түсті жібек жіптермен кестеленіп, оюмен өрнектеледі. Құлын жарғақтан тігілген жарғақ шалбарды пішкенде жалдарын екі мықынға келтіре пішкен. Кейде өңіне сәйкестендіріп, балағының ұшын қозы елтірісімен жұрындайды немесе матамен көмкереді. Ышқырына қажетіне қарай балағына қайыстан тіліп жіңішке бау тағылады. Мұндай жарғақ шалбарларды көбінесе бай мырзалар мен жас жігіттер той думандарда киген. Бұл ақпараттар қазақтың этнографиялық категориялар мен атауларының дәстүрлі жүйесі энциклопедиясынан алынды.